депутатынан 2 депутат 13 депутат қатысып, 2 депутат дәлелді себептермен қатыса алмауда. Сессияға қатысып отырған депутаттар саны аудандық мәслихат депутаттарының жалпы санының 3/2-сінен кем емес болғандықтан, сессияны ашуға заңдық негіз бар. Құрметті депутаттар, сессияны ашу жөнінде қандай ұсыныстар болады? Сессия ашылсын деген ұсыныс түсті. Егер өзге ұсыныс болмаса, онда осы ұсынысты дауысқа қоямын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 28-ші сессиясы ашылсын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, сессияны ашу келісілді. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өз басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен тыс 28-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 28-ші сессиясына аудан әкімінің орынбасары Алмат Әбдуәзизұлы, мәслихат аппараты, аудандық бөлім басшылары, кент және ауылдық округ әкімдері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында сессияның күн тәртібіне ұсынылған 2 мәселе қаралған болатын. Сессияның күн тәртібі қолдарыңызда бар. Осыған орай күн тәртібін тұтастай дауысқа қоямын. Бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессия жұмысы осы бекітілген күн тәртібі бойынша және аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес жүргізілетінін естеріңізге саламын. Құрметті әріптестер, енді сессия жұмысына кірісеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе 2025-27 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы Шиелі аудандық мәслихатының 2024 жылғы 19 желтоқсандағы нөмірі 24/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Маратжан Асқарбекұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасының бюджет кодексінің 96 бабына сәйкес аудан бюджетке өзгерістер енгізілуде. Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен 75 миллион 662 мың теңге қаржысы шегерілуде. Атап айтқанда, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімінен Тұрсынбай Датқа ауылындағы мал шаруашылығы мен сумен қамту мақсатындағы су ұңғымаларын бұрғылау жұмыстарынан 21 миллион 126 мың теңге қаржы. Шиелі ауданында аудандық маңызы бар Самара-Шымкент 8 км автомобиль жолын қайта жаңғыртудан үнемделген 24 миллион 745 мың теңге. Тұрғын үй бөлімінен барлығы 45 миллион 971 мың теңге шегерілуде. Сонымен қатар Телекөл ауылдық округінен көшелер мен автомобиль жолдары күрделі жөндеуден үнемделген 29 миллион 691 мың теңге қаржы шегерілуде. Барлығы 75 миллион 662 мың теңге қаржыны шегеріп, төмендегі бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қайта бағытталуда. Үйіркөл ауылдық округіне Шиелі ауданы Ыбырай Жақаев ауылындағы ішкі жолдарды күрделі жөндеуге 75 миллион 662 мың теңге қаржыны бағытталуда. Аталған қаржыларды нақтылап берулеріңізді сұраймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті депутаттар, бұл мәселе сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында да қаралды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Шиелі ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы 2023 жылғы 14 қарашадағы нөмірі 7/5 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ағыбай Үрстемұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, сессияға қатысушылар, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы 30 маусымдағы әлеуметтік көмек көрсетудің оның
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттан тізбесін айқындаудың үлгілі қағидаларын бекіту туралы аудан әкімдігінің мәслихатының шешіміне өзгеріс енгізу туралы. Бұл жерде екінші тармақтың 5-ші тармақшасында, яғни әлеуметтік көмек төлеу жөнінде уәкілетті ұйым екінші деңгейдегі банктер банк операцияларының тиісті түрлеріне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы бар ұйымдар Қазпошта акционерлік қоғамының аумақтық бөлімшелері арқылы жүргізіледі. Екінші тармақтың 9-шы тармақшасында уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау саласындағы басшылықты және сала аралық үйлестіруді, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының қызметін реттеуді бақылау функциясын жүзеге асыратын орталық атқарушы орган болып есептеледі. Енді бұл жерде бізде қосымша енді негізгі өзгеріс, бізде осы Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай бізде арнайы осы 9 мамыр мерекесіне орай арнайы әлеуметтік төлемдер бар. Бізде ол төлемдер, сол төлемдер бойынша тыл ардагерлеріне соған теңестірілген бізде ардагерлер бар. Тәжік ауған, Семей полигоны, Чернобыль, сосын жаңағы Ауғанстанға қатысқан ардагерлеріміз бар. Соларға біз оға әлеуметтік көмекті 40 МНП-дан 50 МНП-ға көтеріп отырмыз. Яғни 10 МНП қосып отырмыз. Ертең осы мамырдың басында бұл ақшалар төленетін болады. Осыған байланысты негізгі өзгеріс. Сосын қосымша өзгерістер, біз енді бұл төлемдердің барлығын бір өзіміз тарапынан төлейтін, бөлім тарапынан төлейтін түгіміз, енді біз через зейнетақы төлеу орталығы дейді, бұлпатной деген, сол арқылы төлейтін боламыз. Осы өзгерістер. Бұл жерге қандай категория кіретедіңіз? Тыл ардагерлері, Чернобыль, Ауған соғыс ардагері, Тәжік ауған, РВС кіре ме? Ракетный войска стратегиялық жиыны. Бізде ракетный войска деген арнайы не жоқ, сатушы жоқ. Біз оны Семей тікелей қатысушы несіне сатушы қосылған. Бары, оларда бары. Олар ала ма? Алады. Өзі біз ауданда 7 адам бар. Бұл не ма? Бұл не қай категория кіреді бұлар? Бұлар Семейдің ішінде тұр. Семейдің ішінде тұр ма? Ядролық. Ол біздегі Ұлы Отан соғысы, бізден Ұлы Отан соғысы ардагері біздің ауданымызда жоқ. Облыс бойынша 3 ардагер ғана қалды. Облыс бойынша 3 ғана қалды. Бізде жоқ. Бізде негізгі бары тыл ардагерлері 175 адам. Одан кейін оның екінші некеде тұрмаған 2 зайыбы. Сосын басқа мемлекеттік аумағында ұрыс қимылдарын қатысқан ардагерлер саны 93. Оның ішінде Чернобыль кіреді. Чернобыльда 27 адам. Ядролық сынақтарға қатысқан, тікелей қатысқандар Семей мен ракетный войскалар 31 адам. Совет армиясының мүгедектері 12 адам. Сосын жаңағы Тәжік ауған бар 27 адам. Семейдің өзі 28, кеше екеуі соттың шешімімен танылып, 2 адам қосылып 30 адам болды. Ауған бар. Осы кісілер ғой негізі беретіндеріміз. Зайыптар кіреді. Оларда бізде 2 бар. Ұлы Отан соғысының екінші рет некеде тұрмаған жесірі деген бар. Ұлы Отан соғысына қатысқан адамның некеде тұрған әйелі екінші рет некеде тұрмаған, яғни жесірі дейді ғой. Бізде 2 адам бар ол. Осы өзгерістер. Ағыбай Рүстемұлы, осы анау сіздің де назарыңызда бар ғой, өткенде Аманат партиясында қабылдау болған кезде ауған соғысы ма? Семей деме болғандарына бір қайта-қайта келіп даулап жүр ғой? Соттың шешімімен 2 адам алған, қалғанымыз сотқа беріп жатырмыз деген. Солардың мәселесі шешілді ма? Олардың мәселесі осы 9 майға байланысты бір реттік әлеуметтік көмек төлеу жөнінде ұсыныспен кірген. Осы сіздерге де кірді, аудан әкімдігіне де барды, облыстық басқармаға да барды, облыс әкімінің қабылдауында болды, министрлікке де барды ол кісілер. Біз ғана аудандағы кісілер ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша олар кірген жоқ. Енді олардың шешу жолдарын облыспен ақылдасып отырып, оларды
енді алдындағы кісілер жалпы біздің аудан бойынша 55 адам бар. Семейдің әскер қатарында болып, ядро сынаққа қатысқан. Соның енді қазір бүгінгі күнде 28 адам қалып тұр ғой. Қалған 22 адамы өтпеген. Бірақ енді шын мәнісінде екеуі бірге әскерде болған, бірде әскер қатарында бірге өткізіп қайтып келген. Бірақ дегенмен де жаңағы айтқан 22 кісі ол баса 2000-2005 жылдары ең бірінші осы бастапқы кезде документтерін тапсырып, сол кезде тікелей қатысушы деп танып алған. Одан кейін министрлік тарапынан оларға шектеу қойып тастаған. Қалған бізде 30 адам өтпей қалған. Енді соны енді біз қайта былтырдан бері оның алдында да қайта көтеріп келеді. Министрлікке дейін бұл жөнінде хат жазылған, аталған кісілер министрге дейін барған, қорғаныс министрлігіне дейін барған. Ол жақта да мәселе шешілмеген. Енді түпкілікті мәселе сот арқылы шешу жөнінде шешім қабылданған. Өйткені ол кездегі жаңағы архив құжаттары бірдеңелер жоқ болуына байланысты. Сөйтіп біздің аудан өзі бастады. Екеуі былтыр күз айында сотпен беріп, соттың шешімі де танып, екеуі тікелей қатысушы деп танылды. Енді қалған кісілерге де біз сол нені айтып едік. Енді сіздер бүйтіп жүре бергеннен ол шешілмейді. Енді сотқа беріп танып алуымыз керек деп. Иә, қазір екі кісі кіріп тұр бізге сол. Алдына кірмеген екі кісі. Ол қабылдамай қойып деп айтып отыр, бірақ енді нақты мен ақпарат жөнінде ол берген жоқ. Былайша ауызда. Қарамастан кеше облыс әкімінің бірінші орынбасарына аудан әкімінің қолымен хат жаздық осы жағдайға байланысты. Аудандық сот. Енді жаңағы 38 адамның еңбегі қалып тұрғаны біздің Шиелі ауданында емес, республикада сондай жағдай орын алып тұр ғой. Бірдей деңгейдегі категориядағы адам жартысы еніп тұр да, қалған жартысы енбей қалып тұр. Иә, уақытысында. Енді оларға жаңа бір реттікке байланысты біз енді аудандық бюджеттен беруге заң көтереді ғой. Негізі көтереді, қағидасын бекітуге. Сондықтан біз енді бірақ жаңа Шиелі ауданында берді, Жаңақорғанда неге бермеді деген ертең облыстың көлемінде сондай бір дүрбелең туындамас үшін біз облыс әкімінің бірінші орынбасарына хат жаздық. Енді ответін күтіп отырмыз. Егер болады дейтін болатын болса, алдағы сессияға осы мәселені де шығарамыз ғой. Жоқ, ол жерде бір реттікке ол заң көтереді, қағидада бар. Осындай жергілікті жер өзі шешім қабылдай алады дегенде. Бірақ енді біз тек қана Шиелі ауданы беріп, ертең басқа ауданның Семей осындайлар бар ғой. Олар Шиелі ауданы берді, басқа аудан неге бермеді деп сондай нәрсе жасамас үшін біз келісім алуға хат жаздық. Бізге рұқсат бересіздер ме осындай азаматтарымызға бір реттік жаңағыдай төлем жасауға деп. Рұқсат алғанбыз деп айтуға ғой енді. Бұл жөнінде бізде арнайы ДСП-де келген осы әлеуметтік төлемдердің барлығы облыс деңгейінде бірдей болу туралы. Алдыңғы жылдары осындай әр облыстың ішінде, аудандар ішінде әртүрлі болғандықтан, дүрбелең болғандықтан осындай тапсырма келген. Соған байланысты біз шешім қабылдамай отырмыз. Ағыбай Рүстемұлы, енді мені неңізді баяндамаңыз толық танысып оқып шықтым. Енді қанша адамға осы үстеме ақы беріледі? Бізде бүгінгі күнге. Дәл бүгінгі күнде 171 тыл ардагері 86 теңестірілген. Қазіргі дайындап төлейтініміз. Одан бөтен не бар ғой, жаңа Чернобыль бар, Семей бар. Бәрі соның ішіне кіріп кетіп тұр ма? Теңестірілген ішіне кіреді. Дұрыс. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер. Құрметті депутаттар, бұл мәселе сессия алдында өткен тұрақты комиссияда уақыттың тығыздығына байланысты қаралған жоқ. Бірақ шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Жаңа толық баяндаманы тыңдап шықтыңыздар. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Құрметті депутаттар, қысқаша пікір айтам, ұсыныс айтам дейтін әріптестер бар ма?